Сәлем достар, Гамарджоба, welcome to Кутаиси. Ал бұл хачапури шайқасы. Келесі кадрмен қайда жасырғанымызбен бөлсеміз. Гамарджоба Генсвали достар. Біз шырайлы Грузияның Кутаиси қаласындамыз. Грузияның батыс өңірінде орналасқан бұл қала әлемнің көне қалаларының бірі деседі. Ал ендеше Кутаисидің бай тарихы мен мәдениетін Low Cost Travel жобасының жаңа шығарылымында бірге зерттейік. Сіздермен бірге әдеттегідей Диана, бұл Грузиядағы Low Cost саяхат. Дайын болсаңыздар, кеттік. Бізді талай қызық күтіп тұр. Алдағы күндерде біз жергілікті мәдениетті зерттеп, нағыз грузин тағамдарының дәмін татып, және қыс мезгілінде ерекше әсер қалдыратын Грузияның табиғатына тамсанатын боламыз. Ал дайын болсаңыздар, асықпай басынан бастайық. Ең алдымен, әдеттегідей, артық шығынданбау үшін әуежайға келер жолда рейске тіркеуден онлайн түрде тегін өтіп алдым. Төлқұжатымды беріп, отырғызу талонымды алдым. Айтпақшы, халықаралық рейстерге тіркелу отырғызуға 1 сағат қалғанда аяқталатынын ұмытпаңыз. Ұшу кезінде әдеттегі Fly and Fun мультимедиалық ойын-сауық жүйесіне қосылып, осыған дейін түсірілген влогтарым қолжетімді екенін көріп қуанып қалдым. Бізбен саяхаттағанда міндетті түрде 4 қалада түсірілген влогымыздың кем дегенде біреуін көруге кеңес беремін. Көптеген адамдар үшін бұл әуежай Европаға саяхатын жоспарлағандағы транзиттік орын. Осында ұшып келіп, ары қарай Италия, Германия, Испания секілді қалаларға қолжетімді бағада жетуге болады. Flyerstan.com сайтындағы бүкіл әлем қызметімізбен армандағы саяхатыңызды жүзеге асырыңыз. Басқа әуе компаниялар арқылы ыңғайлы түйісетін рейстерді таңдай отырып, шытырман оқиғаларыңызды жалғастыра аласыз. Толығырақ төмендегі сілтеме бойынша. Ал достар, біз Давид Агманашабели атындағы Кутаиси халықаралық әуежайына келіп қондық. Халық арасында құрылысшы Давид деп танылған Грузияның ең ұлы ханының құрметіне қойылған, және де осы Кутаиси халықаралық әуежайы Тбилисиден кейінгі екінші орындағы ең ірі әуежай болып табылады. Шыға берісте түрлі мобильді операторлардың бағандары тұр. Кез келгеніне төлқұжатыңызбен барып, жергілікті сим-картаны ресімдей аласыз. Мысалы, мен байланыста болу үшін 20 лариге селфи операторынан 14 күнге шексіз тарифіндегі сим-картаны сатып алдым. Немесе сатып алмай-ақ, жеке мобильді операторыңыз арқылы роуминг қосып алып саяхаттауға да болады. Енді әуежайдан қалаға қалай жетіп алуға болатынын талқылайық. Бізде 2 нұсқа бар: такси және автобус. Әуежайдан Кутаиси қаласының орталығына автобустар әр 2 сағат сайын қатынайды. Бағасы 5 лари. Ал Тбилиси мен Батуми қалаларына барамын десеңіз, осында қалааралық Джорджия Бас және Омнибас автобустары да бар. Бір ересек адамға билет құны 25 лари. Ал достар, біз далада серуендеп жүредік. Аяғасты жаңбыр жауып кетті, сондықтан жақын жердегі грузин тез тамақтанатын орнына кіріп тамақ ішеміз деп шештік. Қазір Барака атты грузин кафесінде отырмыз. Асманзерінен тапсырыс беріп, енді тамақтарды күтудеміз. Қазір бұйырса бірге дәмін тататын боламыз. Сөздің шыны керек, грузин тағамдары, жалпы грузин кухнясы менің жүрегімде бөлек орын алады. Өте дәмді, сағынып қалыппын. Сәлем достар, Грузиядағы бір екінші күніміз. Бүгін ауа райы өте жаңбырлы, бірақ айтады ғой, табиғаттың жаман деген ауа райы болмайды демекші. Керісінше бұл біз үшін өте ерекше контент болып тұр. Жаңбырлы Кутаисиге көру бізге болмайды. Ал достар, біздің келесі локациямыз Көк базар, бірақ Алматының Көк базары емес, ол Кутаисидағы ең ірі базары болып саналады. Бұл базарда негізі, яғни орталық болғандықтан кез келген азық-түлік өнімін оңай табуға болады. Біздің іздегеніміз көршкело, оны білесіздер, ол жемістің шырынымен жанға қосылған грузин тәттісі болып табылады. Қазір енді сатушыларға келіп, бағаларымен, түрлерімен танысатын боламыз.
Как будет спасибо на грузинском? Спасибо вам. Нет, как будет на грузинском спасибо? Мадлоба. Адлоба. Жалпы әдеттегідей, бұл базарда да барлық керекті азық-түлік түрлерін табуға болады. Жеміс-жидектер, хачапуриге қосатын ірімшіктің 4 түрі және хош иісті дәмдеуіштер де осында. Такая красивая стена возле базара. Красивая сцена. Это где? Знаете? Базардың тура сыртында тағы бір тарихи қазына тұр. Бұл Колхида барельефі. Мұқият қарасаңыз, мына қабырғада бүкіл Грузияның тарихы, маңызды тұлғалары мен оқиғаларының символдары бейнеленген. Ал достар, біз Давид Какабедзе арт-галереясына келдік. Бұл жерде бір адамға билет құны 2 лари. Сонымен қатар егерде проф камерамен кіретін болсаңыздар, қосымша жарты сағатқа 10 лари төлейді екенсіздер. Осындай билеттермен чектарын береді. Ал достар, жаңа айтып өткендей, біз галереяның ішіндеміз. Бұл жерде Давид Какабедзе кім деп ойласаңыздар, Грузияның біртуар қайраткері, өзі суретші, өзі сәулетші, өзі мүсінші болып табылады екен. Негізі суреттеріне қарап, осы выставкадағы осы Какабедзе өзінің заманынан озық туған тұлға секілді. Егерде шынайы Грузия халқының мәдениеті мен өнерімен танысам десеңіздер, міндетті түрде осы арт-галереяға келіп көруге кеңес беремін. Осындай ауқымды саяхатқа дайындалған кезде ең бастысы артық заттарды алмау. Мысалы, менде осындай қара рюкзак бар. Мен қол жүгім, әрдайым осымен саяхаттаймын. Осын рюкзагымның ішіне, яғни қол жүгім ішіне барлық сияды. Мысалы, киімдерім, тағы да киімдерім, өзімнің косметичкам, яғни гигиеналық заттарым, құжаттарым, камера GoPro міндетті түрде, және тіпті біздің арыстанымызды сыйып кетеді. Көзілдірігімді ұмытпаймын, және өзімнің су ішетін бөтелкем. Ал біз саяхатқа дайынбыз. Бұл нағыз саяхатшылар үшін керемет кеңес. Жол жүксіз, уақытты да, ақшаны да үнемдейсіз. Әрі жеңіл жүріп, қалада асықпай серуендеуге болады. Достар, сағат 2:30 болды. Жаңбырдың тоқтайтын түрі жоқ. Сондықтан біз өзімізге осындай дождевик алып алдық. Арқада рюкзак. Және кетіп бара жатырмыз. Бірақ білесіздер ма, нағыз саяхатшылар ауа райын таңдамайды. Оларды ешкімге тоқтатпайды, себебі шынымен саяхаттаймын деген адам керісінше плюстарды ғана көреді ғой. Достар, сіздер білесіздер ма, жоқ па, білмедім. Бірақ та Кутаисиде шағын фуникулер бар. Тура Алматыдағы Көктөбе секілді. Соған біз келіп қазір сіздерге қаланы жоғарыдан көрсетейік десек, өкінішке орай ол жабық, себебі ауа райы жаңбырлы. Қатты көрсеткіміз келеді. Болмай қалды. Грузияның тарихы туралы тағы да бір қызықты ақпарат. Осы жерде әйгілі алтын бөрте аңызы тараған екен. Аңыз бойынша, ежелгі бір патшаның баласы Зевс құдайына арнап бір тоқтыны құрбандыққа шалғанда, жүнін қағып қалса, үстінен алтын түседі екен. Осы алтын бөрте Колхид хандығының бейбітшілігінің символына айналған екен. Мына көріп тұрған Колхида субұрқағында байқасаңыз, жылқы, тоқты секілді жануарлар алтынмен жалатылған. Таксиден бөлек, қала ішінде мынадай шағын автобустармен қатынауға болады. Оған қоса, қала сыртындағы жерлерге, мысалы Боржоми, Бакуряни секілді жақын маңдағы курорттарға да осы автобуспен жете аласыз. Бағасы 8-10 лари шамасында.
Достар, біз жаңа өтіп бара жатып, мына жақта күшті наубайхана, наннан иіс шығып жатыр. Қазір сіздермен нан алатын боламыз. Камар жоба. Ыстық нан. Кетіп жүрмін, ауыз тиеміз. 1 лари 20. Бірде 20 лари. Ыстық. Қазір дәм тататын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай кезек. Жұп-жұмсақ, қазір піскен. Міндетті түрде осы көше бойы нан алып дәм татып көріңіздер. Күшті. Жеген де арманда, жемеген де арманда. Ал достар, біз қазір Кутаисидің орталық музейіне келдік. Билет бағасы үлкен ересек адамға 6 лари. Қаланың тура ортасында орналасқан бұл мұражай Грузиядағы ең көне және маңызды мәдени орындарының бірі. Мұнда колхи өркениетінен бастап ежелгі және орта ғасырлар дәуіріне дейінгі көптеген жәдігерлер сақталған. Мұражайдағы ең таңғаларлық экспонаттардың бірі колхиданың алтын қазыналары. Жотаның үстіндегі бұл ғимараттың шатыры қаланың кез келген жерінен көрінеді деседі. Кіру тегін, ал көрінісі керемет. Достар, мен артымда тұрған қазір Баграти храмы. Осы храмның іргетасы 1000 жыл бұрын қаланған екен. Және әуежайда айтқан құрылысшы Давид осы жерде хан аталып таққа отырғызылған екен. Баграти храмы нағыз тарихи қазына. Ал бұл Хачапури шайқасы. Ал достар, нағыз Хачапури шайқасы қазір. Осыған дейін мен өзі басым ойлайтынмын. Хачапуридің бәрі бірдей, оның айырмашылығы жоқ. Не үшін оны бөледі деп. Енді қазір соны өзім білу үшін біріншіден, сосын сіздерге көрсету үшін 3 Хачапуридің түрін бірге тапсырыс бердім. Қазір алдымда тұрған бірінші Хачапуридің түрі Имеретень Хачапури, екіншісі өздеріңіз үйреншікті Аджар Хачапури, үшіншісі Мигрель Хачапури. Қазір енді әрқайсысын дәмін татып, оның сыры неде екен білетін боламыз. Дайын болсаңыздар, кеттік. Бірінші бізден Имеретень Хачапури. Бұл жерде Имеретень Хачапури дөңгелек нан секілді пісіріледі. Бұның ерекшелігі сулугуни ірімшігі ол ішінде. Ал бұлай түрі жай нанға ұқсайды. Келесі бізде Хачапури, Аджар Хачапури. Оның ортасына мені жұмыртқа мен сулугуни сыры, яғни ірімшігі осылай шоу программа ретінде беріледі негізі. Біз өзіміз істеп аламыз деп жаңа даяшыны жібердік. Осылай араласып, бұлай шетінен үзіп аласыздар да. Шетінен үзіп аласыздар да, ортасына бүйтіп. Бұлайынан. Бұл жерде бірақ сөздің шыны керек. Аджар Хачапуринді кішкене ірімшіктің дәмі тұздылау. Ал үшінші Хачапури бізде Мигрель Хачапури. Мигрель Хачапуримен байқасаңыздар, Имеретень Хачапури өте ұқсайды. Айырмашылығы сол дайындалуында, екеуі де домалақ пішіндес. Бізге айту бойынша ең басты айырмашылығы Мигрель Хачапури үстінен тағы да қосымша ірімшік сеуіп өтеді екен. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда бетінде еріп тұрып. Яғни бұл жерде ішінде де сыр, үстінде де сыр. Яғни ірімшік аз болмайды демекші.
Өте көп ірімшік. Сырды сүйетін жандарға прям, рай. Үшеуі де негізі дәмді. Міндетті түрде дәмін татып көріңіздер. Ал бізге ас болсын. Ну, я очень люблю посмотреть видео Димаш Кудайбергиева. Ага. И когда я вам написала, Да, посмотри на фамилию вашу, думал, что или сестра, или родственница. Димаша Кудайберген, да? Возможно, такие есть. Кутаисидан Боржомиға жолға шықтық. Сколько ехать до Боржоми? Не знаю сейчас. 2-3 часа? Ну, трудно сказать, если Погоды. там уже почистили снег, там пускают по машину на дорогу, на центральную трассу, на Таулы Перевал. аймақта Боржоми, Гудаури, Казбеге жақта қалың қар жауып жатыр. Сондықтан да біз негізі Казбегеға баруымыз керек еді. Жол жабық кіргізбейді дегеннен кейін бүкіл жоспарымызды ауыстырып, енді қазір міне Кутаисида 3-ші күн болып жаңбыр таусылмай жауып жатыр. Сондықтан да қазір енді көреміз. Әлде белгісіз. Енді бұйырса 2-3 сағатта жетіп қалармыз. Сонымен таулы емдік шипажай Боржомиді көрсетіп боламыз. Это мой стиль. Я буду за двоих петь хорошо. Ал достар, қазір біз Кутаисидан Боржомиға жолға шықтық. Жол уақыты 2 сағат. Біздің сіздерге кішігірім кеңесіміз бар. Егерде осындай Грузияның түпкір басқа қалаларына оңай жеңіл саяхаттаймын десеңіздер, арнайы gotrip.com деген сайт бар. Сол арқылы өзіңізге керекті бағыт бойынша, яғни маршрут бойынша бірнеше точканы, яғни бірнеше нүктені белгілеп, осы бір машинамен қатынауға болады. Бұл дегеніміз жақсы, егерде сіздерде мысалы әр қалада, әрбір мысалы Боржомида, Казбегеда тоқтап, қайтадан жаңа машина іздеп әуре болмау үшін бұл өте ыңғайлы. Мысалы осы жерден сайт арқылы кез келген қаланы таңдайсыз, бірнеше нүктесін қойып, және де өзіңізге ыңғайлы бағада, яғни жүргізушіні, яғни водительді өзіңізде таңдай аласыз. Бұл деген өте ыңғайлы деп ойлаймын, себебі біз дәл қазір осы сервис арқылы автокөлік брондап, міне қазір жолда кетіп бара жатырмыз. Негізі Боржомидан кейін Казбегеге, одан кейін Гудауриге баруымыз керек болатын сіздерге көрсету үшін. Алайда ауа райының қолайсыздығынан Казбегеда кенеттен қар жауып кетті, яғни снегопад болып жатыр, жолдың барлығы жабық. Сондықтан біз қазір бірінші Боржоми, содан кейін Бакурияниға баратын болдық. Достар, біз саябақтың ішіне кіріп жатырмыз. Бір ересек адамға билет құны 5 лари екен. Қазір 2 билет алдық, 10 лари. Қазір ішіне кіріп, нағыз емдік суының дәмін тататын боламыз. Ал, кеттік. Дәл ортасында осындай Боржоми құбыр су бұрқағы бар екен. Өзім бөтелкемді алып келдім. Қазір дәмін көретін боламыз. Біздің үйреншікті дүкеннен алып ішіп жүрген Боржомимен дәмі бірдей ма, әлде өзгеше ма, қазір бірге білетін боламыз. Ал достар, өзімнің бөтелкемді толтырдым. Бірге дәмін көрейік. Тұзды жылы су. Мен жылы су болады деп күтпедім. Және біздің
үйреншікті ішіп жүрген боржомиге қарағанда газы жоқ десем де болады. Тұзды жылы су. Әрине бұл судың ішіне керісінше қоспа жоқ, нағыз табиғи минералды су. Сондықтан бұл денсаулыққа керісінше пайдалы. Боржоми саябағы серуендеуге арналған тамаша орын. Саябақтан бөлек Боржоми шипажайына әдетте халық демалып қана емес, минералды сулардың емдік қасиеттерін пайдаланып, денсаулығын нығайту үшін де келеді. Ал біздің саяхатымыздың соңғы нүктесі Бакуряни курортына жол тарттық. Ал достар, барлықтарыңызға қайырлы таң. Бүгінгі біздің таңымыз Бакурянида атты. Өте әдемі, қалың қар, салқын. Бұл жерде қазір көріп тұрғандарыңыздай өте көп қар жауған екен. Мөлшерден бөлек көп қар жауды деседі. Бұл жерде негізі ресми түрде шаңғы тебу маусымы 1 желтоқсаннан бастап ашылады екен. Бірақ қазір белгілі қардың мөлшері шаңғы сноуборд тебуге арналған. Бірақ та әлі де аспалы жол, яғни канатқа жұмыс жасамайды екен. Осы келесі апта ашылады дейді. Қазір бүгін 29 қараша. Бұл влог біздің парақшамызға шығады дегенше желтоқсан айының ортасы болады. Дәл сол кезде осы Бакуряни немесе Гудауриға келіп, осы маусыммен ләззат алсаңыз болады. Ал Флайерстанның көмегімен сіз өз шаңғыңызды немесе сноубордыңызды бір кофенің бағасынан да арзан сомаға тасымалдай аласыз. Себебі дәл қазір Флайерстанның бірнеше халықаралық бағыттарына шаңғы тасымалдау небәрі 500 теңге ғана тұрады. Оның бірі әрине Кутаиси қаласына. Өз шаңғыңызда келіп, осындай әдемі көрініспен Грузияның қарлы жоталарына күні-түні шаңғы тепкенге не жетсін. Бұл жерде қонақ үйлер, резорттар бірінен өткен бірі әдемі. Осындай коттедждерді, егерде үлкен компания болып достарыңызбен келетін болсаңыздар, жалға алуға болады екен. Қазір тағы да бірнеше резорттардың, яғни қонақ үй түрлерін көрсететін боламын. Достар, осы Грузияның Кутаиси қаласына біз Қазақстанның 4 қаласынан қатынайтынымызды білесіздер. Ол Алматыдан, Атыраудан, Астанадан және де Ақтаудан. Осы Грузияға мен міндетті түрде саяхаттап келуге, бір емес, бірнеше рет саяхаттап келуге кеңес беремін. Өйткені әр мезгілде Грузия, яғни Кутаиси қаласы ерекше ашылады. Өздеріңіз осы влогта байқағандарыңыздай. Ал билеттерді қолжетімді бағамен flyerstan.com немесе Flyerstan мобильді қосымшасы арқылы сатып алуға болады. Қайта рейсіміз Кутаиси әуежайынан болғандықтан қалаға қайта оралдық. Сапарымыздың соңғы күнде жаңбыр тоқтап, күн шығып, ауа райы керемет болып тұр екен. Соңғы мәрте бір серуендеп қайтайық деп, Риони өзенінің бойындағы әйгілі ақ көпірге келдік. Бұл жер қаланың қақ ортасы болса да, өзеннің ағынын естіп, табиғат аясында жүргендей сезінеді екенсің. Мына баланың мүсіні айтпақшы, необыкновенная выставка деп аталатын кеңес фильмінен шыққан екен. Встань, вздохни, закрой глаза, иди. Ал төмендегі әйнектерге қарасаңыз, өзеннің қалай ағып жатқанын ерекше бұрыштан көруге болады. Ал достар, біздің Грузиядағы жаңбырлы да қызықты саяхаттың соңына келіп жетті. Осында өткен 4 күнімізде шытырман оқиғаларға, дәмді тамақтарға және де керемет ашылуларға толы күндер болды. Грузия өздеріңіз білетіндей қайта-қайта саяхаттап келгін келе беретін ел. Сондықтан да
Қазір менің қолымдағы арнайы сиқырлы бөтелкені қазір келесі кадрмен қайда жасырғанымызбен бөлісеміз. Ал біз бөліскен лайфхактармен, сонымен қатар орындармен міндетті түрде танысуларыңызға кеңес беремін. Жаңа қалада кездескенше сіздермен бірге болған әдеттегідей Диана. Ал қымбатты көрермен, біздің Кутаиси қаласында жасырған саяхат сертификатымыз өз иесін күтуде. Дәлірек айтсақ, біздің қазынаны табу үшін Кутаиси теміржол вокзалының қасында орналасқан баспалдақ жолына, яғни құрылысшы Давид ескерткішінен төмен қарай бет алыңыз. Әрі қарай Кутаиси Inn қонақ үйін көресіз. Сол қонақ үйдің сол жағында біздің қазына жасырынған.